Голливудтағы жақында шыққан Наполеон фильмінің қазақтарға қандай қатысы бар? Интернет желісінде қызу талқыланып жатыр. Сол жайлы болады. Әңгімемді бастамас бұрын лайк басып, комментарий жазып, және каналға жазып кетсеңіз, жан-жаққа таратсаңыздар, каналдың дамуына үлкен үлес қосасыздар. Әрі қоңырауға басып жіберіңіздер, уақытылы біліп отырасыздар. Жақында Голливудтың Наполеон атты, яғни Наполеон жайлы киносы жарыққа шықты, және оны тамашалаған халықтың көбісі қалжыңдап, қазақтардың не қатысы бар деп, яғни Номадстан каскадерлер командасы бүкіл трюктерді қойған, соның ішіндегі ұрыс шайқасты, яғни жылқымен болған. Бүкіл әлем біледі, Номадстан каскадерлер жылқымен басқа да үлкен қиын трюктерді қоятын. Бүкіл Голливудпен де әлем кино әлемінде белгілі екен. Әрі Наполеон жайлы айтып кетсек, шынында да қазақтардың тікелей қатысы бар. Оның бір дәлелі, яғни Бородино шайқасындағы орыстарды қазақтарға келісіп қол жинағаны, орыстардың бастарына күн түскен кезде 25 мың 30 мыңдай қазақ орта жүзден кіші жүзден қол жиналып сол кездерде. Әрі Наполеон болса, оның алдындағы Мысырдағы шап саяхатында Мысырды жаулап, Мысырдан мамлюктердің, яғни осылайша талайды тарихта кездескен осылай түркі халықтарының балдары, яғни кезіндегі қыпшақтың балдары қайта екі жақта бір-бірімен шайқасқан жайлы. Бұндай жағдай көптеген тарихта орын алды. Соның бір дәлелі кезіндегі қыпшақтың ханы Артақты айтуға селжук түрік тайпалармен қарсы, яғни Артақты кезінде Грузияның патшасы Давидтің жалдағаны селжуктерге қарсы. Кейін осы Наполеонның атты әскері болып шыққан мамлюктерді орыстарға қарсы болған шайқаста орыстардың да қалмақ қазақ башқұрт сұлтандарына өтініп қол жинап көмектескен талай осы түркі балаларының, түрік тілдес ағайынды балалардың бір-бірімен соғысқан журалы. Өйткені Евразиялық континенттегі ең шыныққан әрі соғысқа дайын жылқының үстінде ат құлағында ойнаған бала кезден жауынгер деп айтуға болады. Халықпыз осы қазіргі бейбіт кезде де сондай жауынгер екенімізді дәлелдеп жүрген осы Номадстан командасы талай әлемдік фильмдердің бүкіл трюктерін жасап жүрген каскадерлар осылай интернет желісінде қалшындаса да, яғни француздар үшін де және орыстардың жағынан да екі жақтан да трюк жасаған осы қазақтар көп векторлы саясаты бар қазақтар екен деп қалжыңдап жазып жатыр. Кіші жүзден көптеген рулар бар. Осы сол кезіндегі Бородино шайқасымен бірге Францияның астанасы Парижге дейін барған. Соның бір дәлелі кіші жүздегі Табын руының тулары қазіргі Франция мұражайында тұрған адайлардың шыққан, және Тама руынан екі батырдың ерлігі үшін Георгий медалімен марапатталған көптеген қазақтардың ерлігі болды. Бірақ бұл кейін қорқыныш болды ма, үрей болды ма, орыстар осыдан кейін көп қазақтардан көмек сұрамады. Өйткені қазақтарға қару сатудан және қару беруден кейін сескенді. Кейін де көп көтеріліс пен бүліктер болғасын орыстарға қарсы, яғни патша үкіметіне. Әрі Жохан Уәлихановтың да басқа да қазақ балаларының білім алғанда жоғарғы әскери соңғы екі курсын, жоғарғы әскери кезіндегі жоспарлау және барлау басқа да өнерін ешқашан толық бітірткізбеген. Қазақ балдар тек қана 3 жыл оқуын бітіріп, толық 5 жыл бітіре алмаған, рұқсат берген жоқ. Солай патша үкіметі кезінен қатты қорыққан. Кейін большевиктер Сталин кезінде де қазақтар әскери көтеріле алмай, Сталин өлгеннен кейін қазақ генералдары көп болды әскери өнерінде. Оған дейін де көп сескенді. Яғни Сталин кезінде де көп қазақтарда да көтеріліс болды, қарсы шыққан болды. Оның бәрін жауып айтпай, бірақ қазақ баласы көп езіге көнбеген, әрі жауынгерлік қаны бар батыр халықты ұстап тұру әрине қиын болды. Сосын да көп сескенді. Қазірде Голливудтан шыққан үлкен туынды да қазақ балаларының өнерін паш ету, бұл да қуантады. Әрине болашақта бұдан да зор болады деп үміттенеміз ағайын. Әрі жалғыз Голливуд емес, қазақ киноларында да осындай үлкен өнермен әлемге танымал болсын деп қолдап кетіңіздер. Каналды лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Өз ойларыңыз, пікірлеріңізді әрі жан-жаққа тарап каналға жазылсаңыздар үлкен қолдау болады. Қоңырауды басып жіберіңіздер, уақытылы шығарымды біліп отырасыздар. Тыңдағандарыңызға көп